Так, келесі енді мынандай бір қызық есеп берілген бізде. Мынандай екі жардың ортасында тұрған адам, оның бойының ұзындығын табуымыз керек. Бұл жерде бірінші жардың ұзындығы 4 метрге тең, екінші жардікі 6 метрге тең дейді. Так, енді қараймыз. Бұны оңай шығара салудың мынандай формуласы бар екен. Мысалға, егер бір тікбұрышты үшбұрыштар қиылысатын болса дейді, мысалға, яғни олардың катеттері бірдей болса дейді. Мынандай тікбұрышты үшбұрыштар, 90 градус деген сөз. Осындай екі тікбұрышты үшбұрыш қиылысатын болса, так, мынаны біздер y дейік, мынаны z дейік. Мына, яғни ұзындықты x-ке тең деп алатын болсақ. Енді осы үшеуіне қатысты бізде мынандай ереже шығады дейді. X дейді, яғни 1 бөлінген x тең болады екен 1 бөлінген y қосылған 1 бөлінген z-ке деген формула бар екен осындай. Так, енді сонда мына жерге соны қолданып кетсек болады. Яғни адам бойының ұзындығын біздер x деп алсақ, онда не болады? 1 бөлінген x тең болады 1 бөлінген 4 қосылған 1 бөлінген 6 дейміз. Сонда бізде 1 бөлінген x тең болады, ортақ бөлім келтіреміз. Бізде 24, мынаған 6-дан береміз, 6 қосылған 4 болады сонда. Сонда 1 бөлінген x бізде 10 бөлінген 24, сонда біздер x тең болады 2,4 деген жауапты алады дегенбіз. Ал былайына шығаратын болсақ, бұл жерде біздер үшбұрыштардың ұқсастық белгісін қолданып, әрі қарай x-тің мәнін тапсақ болады.